Сәлем баршаға. Бүгін өте керемет пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен масалықтарымызды дайындап алатын боламыз. Ішіне не салатындарды. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды табамызға салып, оның үстінен кішкене ғана тұзымызды салып жіберетін боламыз. Және де оның үстінен қантымызды салып, венчик немесе миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Қантымыз еру керек. Осылай етіп жан-жақтарын жақсылап қантымыздың бәрін әдемілеп ертіп аламыз. Жақсылап араластырып, мінекей қантымыз кішігірім болса да еріді. Енді оның үстінен біз айранымызды салатын боламыз. Мінекей айранымызды салдық. Оны да бір масса етіп жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бір масса етіп жақсылап араластырып алдық. Және де оның үстінен біз сұйық майымызды құятын боламыз. Оны да жақсылап бір масса етіп жақсылап араластырып алатын боламыз. Оның үстінен ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстінен кішкене содамызды салып жіберетін боламыз. Содамыз бен ұнды кішкене араластырып жіберетін боламыз. Және бір масса етіп қою болғанша жақсылап ұнымыз тұмалақ болып қалмау керек. Сол үшін жақсылап бір масса етіп араластырып алатын боламыз. Ұнымыз толық комок болмастан әдемі болып ұнымыз жайылу керек. Жаңағыдай ішінде осылай жақсылап бір масса етіп істеп алатын боламыз. Мінекей дайын болды. Оны біз табамызға салып, жақсылап құйып аламыз. Жан-жақтарын жақсылап пісіріп алатын боламыз. Өте әдемі шығады. Мына жандардың бәріне кішкене жайып шығатын боламыз табамыздағы. Оны сәндеу үшін мен кішкене ғана малинаны қолдандым. Кептірілген малина. Осыны сәндеу үшін 4-5 алып, майдалап, бетіне сеуіп шықтым. Менде асельпечка болғандықтан мен 160 градуста пісіремін. 25-30 минуттай пісіретін боламын. Сіздерде қандай пеш, сол печке байланысты. Мінекей менің пирогым уже 25-30 минутта пісті. Ішіне көретін боламыз толық піскен піспегенін. Мінекей толық піскен. Және де оны біз алу үшін бірінші алдымен суытып алатын боламыз пирогымызды. Өйткені ұстайтын болсақ қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Және де осылай жандарын қолымызбен жабысып қалмау үшін осылай әдемілеп алатын боламыз. Өте әдемі, өте биік болып шығады пирог. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Үйде қандай зат бар, соңыздар да болады. Көп зат кетпейді негізі. Мінекей астымызда табамыздың несі қалып қойған, соны жақсылап алып алатын боламыз.
бірінші суығаннан кейін алсақ, жаңғақ бүлінбей әдемі кесілетін болады, алынатын болады. Сол себептен суығаннан кейін алыңыздар. Мінекей өте әдемі болып шықты. Сәндеп бетіне сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Еріктеріңіз өздеріңізде. Мінекей жақсылап ішін мен сіздерге кесіп көрсетейін қалай шыққанын. Балалар тәтті сұраған кезде осыны жасап берсеңіздер, балалар сүйсіне жейді. Біздің балаларға да қатты ұнады. Мінекей осылай әдемі етіп кесіп, кешкі тамаққа немесе таңертеңгі шайға, беткі шайға қолдансаңыздар болады. Мінекей өте әдемі піскен, өте биік, өте жұмсақ, іші толық әдемі болып піскен. Мінекей көріп тұрсаңыздар болады, көрсеңіздер де болады. Мінекей сіздер де жасап көріңіздер, маған тіркеліп, маған лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта жақсы рецепттер шығарамын. Рахмет сіздерге.